Ұлытау облысында химия пәнінен Қаныш Сәтбаев атындағы 6-шы республикалық олимпиада өтіп жатыр. Зияткерлік сайысқа The Ұлытау Educational Foundation қоры, Дарын республикалық ғылыми практикалық орталығы және Қазақмыс корпорациясы қолдау білдірген. Олимпиадада 9-шы сынып оқушылары өзара үздікті анықтайды. Білім бәйгесінде еліміздің әр түкпірінен келген 23 команда өзара үздігін анықтап жатыр. 70-тен астам қатысушы олимпиадаға тыңғылықты дайындықпен келген. Халқымыздың саны көп болмаса да, бізде дарынды балалардың саны жағынан өте көп деп айтсақ қателеспеген болар едік. Сондықтан осы оқушылардың білімін пайдаланып, келешекте осы Қазақмыс корпорациясы сияқты тағы да сондай үлкен мекемелерде сол балалардың білімін жетілдіріп, білімін дамыту арқасында үлкен жетістіктерге жеткізіп жататын болсақ, ол біздің еліміздің болашағы үшін үлкен зор мүмкіндік деп айтар едім. Олимпиаданы ұйымдастыруға The Ұлытау Educational Foundation қоры мұрындық болды. Қор ғылым, кәсіптік, техникалық саладағы инновациялық жобаларға жан-жақты қолдау білдіріп келеді. Когда мы начинали свою деятельность, бастапқыда жұмысымыз педагогтердің біліктілігін арттыруға негізделген. Қазір жобалар саны артып жатыр. Біз Балқаш қаласында ғылыми практикалық конференция өткіздік. Оның тақырыбы білім сапасын арттыруға арналды. Бұдан бөлек мектеп бітірген оқушыларға шетелде жоғары білім алуға мүмкіндік беретін канадалық халықаралық жобамыз бар. Олимпиадаға қатысу зор жауапкершілікті қажет етеді дейді оқушылар. Себебі осында химия пәнінен алған білім сараланады. Ережеге сәйкес сайыс теория және практиканы қамтыды. Жеңімпазға гран-при жүлдесі беріледі. Оны Қазақмыс корпорациясы тағайындаған. Үздік команда мақтау қағазы мен Канада елшілігінің өкілінен арнайы кубокқа ие болады. Ал Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті жоғары оқу орнына түсуге мүмкіндік беретін грант бөледі. Данияр Сұлтанұлы, Елизавета Шалина, Ұлытау облысы, Хабар 24.